Мәмс туралы 5 жаңсақ пікір. Біріншісі, мәмс арқылы тек мемлекеттік емханаларда ғана емделуге болады деп ойлайды. Шын мәнінде мәмс аясында медициналық қызметтерді мемлекеттік ұйымдармен бірге қормен келісімшарт жасасқан жеке клиникаларда да алуға болады. Екінші жаңсақ пікір. Ол мәмс жарналарын тағы бір салық түрі деп есептейді. Жоқ, мәмс бұл медициналық қызметтердің сапасы мен қол жетімділігін арттыруға арналған ұзақ мерзімді мемлекеттік бағдарлама. Ол емделуге кететін шығындарды азайтуға көмектеседі. Үшінші, мәмс тегін медицинаны алмастырады. Мәмс жүйесі тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін алмастырмайды, оны толықтырады. Әр пакеттің өз қызметтер тізімі бар. Төртінші, мәмс үшін төлемесеңіз жедел жәрдем шақыра алмайсыз. Жоқ, жедел медициналық көмек, оның ішінде жедел жәрдем шақыру тегін медициналық көмек аясында тегін көрсетіледі. Бұл үшін сақтандырылған мәртебесі қажет емес. Және соңғы 5-ші жаңсақ пікір. Мәмс арқылы тек арзан анализдерге ғана тапсыруға болады деп ойлайтындар бар. Мәмс аясында тек базалық емес, қымбат зерттеулерді де тапсыруға болады. Гормондарды, витаминдерді тексеру және тағы басқалары. Сондай-ақ дәрігердің тағайындауымен толық диагностикадан өтуге мүмкіндік бар. Ақпаратты тексеріп, өз құқығыңызды біліңіз.